Баршаңызға қайырлы күн достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздермен осындай өте дәмді, нәзік болып шығатын пирог жасайтын боламын. Бұл пирогтың құпиясы, ішіне ешқандай ет салмаймыз. Бұның салмасында пияз ғана болады. Дәмі өте керемет, нәзік болып шығады. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Енді ең бірінші біз қамырын жасайтын боламыз. Қамырына бізге осындай 200 грамм сливочный май, маргарин болса да бола береді. Менде щедролето деген май. Әркімде енді қандай майларыңыз болса да қолдана беруге болады. Енді тек қана ол бізде қатып тұрған май болу керек, сонда үкіштен әдемі өткізуге болады осылай. Барлық майды осылай үкіштен өткізіп аламыз. Бізге шашыраңқы, яғни рассыпчатый қамыр жасау керек, сондықтан да осылай үкіштен өткізіп аламыз. Мен достар барлығын өткізіп алдым. Енді осылай қолмен кішкене майымызды езіп, осындай шашыраңқы қамыр жасаймыз. Міне осындай болу қажет. Енді осы қамырдың үстіне кішкене тұз қосамыз. Жарты шай қасықтай ғана қоссаңыз жеткілікті. Енді біз қазір осындай сірке сумен содан араластыратын боламыз. Ең бірінші ішіне қаймақ қосып аламыз. 6 қасық қаймақ. Қаймақтың майлығы 20% болу керек, өйткені одан аздау болса, біздің қамырымыз қышқылдау болып шығады дәмі. Сондықтан 20% алған дұрыс болады. Енді осы менде 6% сірке су, 9% болса да бола береді. Осылай бір қасықтай, шай қасықтай содамызды қосып, газ етіп алып, осылай қамырдың үстіне құйып, барлығын араластырамыз. Енді ары қарай қазір қолымызбен жақсылап қамыр елейміз. Осылай қолымызбен жақсылап тұрып қамыр елеп аламыз. Дайын болған қамырды кем дегенде 2 сағатқа холодильникке, яғни тоңазытқышқа қою қажет. Ең аз деген 2 сағат тұру керек, сонда біздің пирогымыздың қамыры өте әдемі болып піседі. Міне осындай жұмсақ қамыр болды. Қолға жабысса да ештеңе етпейді. Осылай, осы әдісімен осылай мен 2 сағатқа қазір холодильникке қойып қоямын. Енді ішіне салатын салмасын дайындаймыз. Ол үшін мен 4 орташа пияз алдым. Қатты тым үлкен емес, орташа пияз болса жеткілікті. 4 пиязды алып, енді жұп-жұқа етіп тураймыз. Қалың емес, шамаларыңыз келгенше жұқа етіп тураңыздар. Міне осындай қылып барлық пиязды солай турап аламыз. Өйткені пирогымыздың ішінде қатты пияздың үлкендігі білінбеу керек. Енді достар, қызып тұрған табамызға майымызды құйып, үстіне пиязымызды салып қуыратын боламыз. Пиязды қатты күйдірмейміз. Оны қазір видеоның барысында көресіздер. Тек қана пиязымыз жұмсарып, көлемін азайтқан кезде біздің пиязымыз дайын болады. Үнемі араластырып тұрыңыздар, баяу отқа қойыңыздар, орташа отқа немесе. Тек қана күйдіріп алмаңыздар. Осылай үнемі араластырып тұрамыз. Көп майдың қажеті жоқ. Тек қана осындай май құйып, асты жабысып қалмау үшін. Енді пиязымызды еш нәрсе қоспаймыз, тұз-бұрыш қоспаймыз, тек қана өзін ғана қуырамыз. Әзірше бетін жауып қойдым. Енді ішінен салатын менде осындай 4 плавленый сырок дейді, яғни жұмсақ сырлар. Өте жұмсақ болу керек осындай, бірақ майлылығы, дәмі ешқандай маңызды емес, қандай болса да бола береді. Бұл біздің пирогымызға өте ерекше дәм береді. Осындай плавленый сырмен жасасаңыздар өте әдемі болып шығады. Енді пиязымызды жақсылап араластырып жатырмын. Кішкене жұмсарып қалды. Әлі де 1-2 минут қоя тұрамын. Содан кейін біздің пиязымыз дайын болады. Міне әлі су шығып жатыр. Суы азайған бетте біздің пиязымыз дайын деген сөз. Достар, міне мен пиязым дайын болды, ешқандай су қалмады. Енді осы пиязымның ыстық күйінде үстіне осы плавленый сырды, яғни жұмсақ ірімшік дейміз ғой, соны қосып, біздің өйткені ірімшігіміз еру керек. Пияздың ыстығында ерітеміз оны.
еттің орнына осындай пияз салып, осындай менің рецептіммен осы пирогты жасап көріңіздер, сізге өте ұнайды деген ойдамын. Өте жұмсақ, нәзік болып шығады. Енді достар, осы пияздың үстіне тұзын, бұрышын дәміне қарай қосамыз. Және де өздеріңіздің әртүрлі шөптен жасалған дәмдеуіштеріңіз болса да қоса беріңіздер. Ешқандай оның дәмін бұзбайды. Сізге ұнайтын дәмдеуіштеріңіз болса қосуға болады. Міне біздің ірімшігіміз еріді ішінде. Енді бұның үстіне мен қазір 4 жұмыртқа қосатын боламын. Енді осы жұмыртқаның ішіне достар, үйлеріңізде болса осындай жасыл ас көктерді ұсақтап турап қосып жіберсеңіздер болады. Ол біздің пирогымыздың түсін, түрін әдемі қылдырып шығарады. Егер де болмаса, қажеті жоқ. Осы тек қана жұмыртқаның өзін ғана қоса берсеңіздер болады. Енді осы жұмыртқаға дәміне қарай тағы да тұзын, бұрышын, дәмдеуіш қоссаңыздар болады. Барлығын араластырғаннан кейін тағы да дәмін көреміз. Егер де аздау болса, тағы да дәміне қарай қосамыз. Мен осындай магидің әртүрлі шөптерден жасалған дәмдеуші бар, соны да қостым. Енді ол өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша ұнаса қосасыздар. Осылай барлығын араластырып, енді содан кейін біз қазір жаңағы пиязымыздың үстіне қосамыз жұмыртқаны. Жұмыртқамыз дайын, осылай араластырамыз барлығын. Араластырып болғаннан кейін біздің қамырымыз дайын болып қалады. 2 сағат өткеннен кейін мен қамырды алып пирогымды жасай беремін. Міне осындай әдемі масса шықты бізде. Дәміне қарай тағы да тұз қостым. Дәмін көріп отырыңыздар араластырған сайын. Міне менің қамырым дайын болды. 2 сағат өтті. Енді қамырды холодильниктен алып, осылай ұзынша етіп, осыны 3 бөлікке бөлетіндей белгілейміз. Соның 3-тен 1 бөлігін бетіне жабуға алып қаламыз. Қалған бөлігін, үлкендеу бөлігімен біз астыңғы пирогтың астын жасаймыз. Осылай оқтауымызбен жұқалап етіп жаямыз. Қамырымыз тоңазытқышта тұрғаннан кейін осындай әдемі болып жабыспай жайылады. Енді осыны біз формамызға салып өлшеп аламыз. Егер де осындай жан-жағы шығып тұрса, онда осындай қалыңдық жеткілікті деген сөз. Менің формамның диаметрі 26. Егер де сіздерде 26 болмай, формаларыңыз кішкентай болып тұрса, немесе 20-22 диаметр болса, онда осы қамырдың ингредиенттерін теңге 2-ге бөлесіздер де осындай кішкентай пирог жасай бересіздер. Ішіндегі салмасын барлығын 2-ге бөліп істей беруге болады. Сондай жарты пирог шығады. Міне осылай салмасын барлығын құямыз. Енді құйып болғаннан кейін үстіндегі бетіне жабатын қамырымызды тағы да жайып шығамыз. Дәл осындай жұқалықта жаямыз. Мендегі ішінде салмасы 26 формаға дәл келді. Егер де кішкентай істейін десеңіздер, 2-ге бөліп істеңіздер. Міне осылай үстіне осылай қолымызбен әдемілеп формасын келтіріп аламыз. Шеттерін барлығын басып, енді шеттерін кішкене басып, қолмен қамырларды бір-біріне жабыстырамыз. Біздің салмамыз піскен кезде сыртына шығып кетпеу үшін, осылай қолмен кішкене басып алыңыздар. Қалған артық қамырларын осы мен тәрізді видеодағындай қолмен басып алып тастайсыздар. Дайын болғаннан кейін 170 градусқа духовкамызға беті қызарғанша, әбден қызарғанша пісіреміз. Достар, бүгінгі видеом сізге ұнап жатса, менің каналымды қолдау жерді ұмытпаңыздар. Ол үшін тек қана сіздерден тегін подпискаларыңыз, және де ұнап жатса менің видеом достарыңызға жіберіп, каналымды қолдау жерге ұмытпаңыздар. Астына лайк басып, комментарий жазып қойсаңыздар да болады. Достар, енді пісіп қалған кезде осылай жұмыртқаның бетіне жағып, тағы да 5 минуттай ұстайсыздар. Сосын біздің пирогымыз дайын болады. Пирогты бірақ ыстық күйінде кеспейміз, өйткені ішіндегі салмасы барлығы толығымен суы керек. Суығаннан кейін барлық пирогымызды кесуге болады. Менің пирогым суыды, осылай кесіп ала беруге болады. Енді ішіндегі салмасын көресіздер. Міне салмасы барлығы осындай әдемі болып пісті. Суығаннан кейін кессеңіздер осындай әдемі болып шығады. Дәмінде сөз жоқ, өте нәзік болып шыққан пирог. Сізге ұнайды деген ойдамын, жасап көріңіздер. Ұнап жатса осы видеомен бөлісіп, достарыңызға бөлісіп, астына лайк, комментарий жазып, менің каналымды қолдау жерді ұмытпаңыздар. Өте қуанышты боламын. Және де осы каналға тіркеліп, менің тұрақты көрерменім болыңыз.
дәл осы пирогты жасап көрсеңіздер өкінбейсіздер. Өте нәзік, ерекше, әдемі, дәмді пирог. Достар, осы видеоны соңына дейін көргендеріңіз үшін рахмет. Келесі видеода кездескенше қош сау болыңыздар.